Сәлем достар, мен бүгін өзімнің каналымда қалай оңай подписчик жинаудың жолдарын айтқым келіп отыр. Ең әуелі оны бастамас бұрын бірінші өзімнің тарихымды айтып кетсем, себебі қазіргі таңда менде инстаграмда 567 мың оқырман бар, және де ол оқырманды мен қалай жинадым, сол жайлы кішігірім ақпарат беріп, одан кейін видеоның соңғы жағында ең өтімді оқырман жинаудың, подписчик жинаудың жолын айтқым келіп тұр. Ең бірінші өзімнің қалай оқырман жинағанымды айта кетейін. Мен түріме қазір мән бермей қойыңыздар. Менің фишкамда осы, мен қалай бармын, солай өзімді көрсету арқылы мен өзіме оқырман тарттым да. И ол менің фишкам. Және де мен парақшамда да нені көрсетсем де, қалай көрсетсем де, шынайы көрсетсем, сол нәрсем өтімді. Бұл тақырыпты мен ниша сабағында айтатын боламын. Пока что мен сіздерге подписчикті айтайын, Ең алғаш ятта болса айтайын, мен подписчикті уже подписчик керек екенін, блогер болу үшін, танымал болу үшін артыңнан адамдар қарау керек екенін түсіне бастаған кезде менің ең бірінші амалым, ұятта болса айтайын, осыны көп жерде айтпағанмын, бірақ менің осы ютубтағы оқырмандарым үшін осы бір құпияны бөліскім келіп тұр. Және де инстаграмда оқырмандарым болса, сіздер оны тек қана ютубтан көре аласыздар. Бірақ сразу айтайын, бұл нәрсе қазір актуалды емес. Бұрындарда актуалды емес еді, бірақ менің өзімнің пайдаланған способым болды да. Ол қалай? Мысалға, мен ол кезде блогты әңгіме жазып жүргізетін едім. Әңгіме жазатын едім, оқиғалар, өзімнің ішімнен неше түрлі әңгімелер жазып жүрген кезімде өзім сияқты әңгіме жазатын бір-екі жазушылардың комментарийына кіретін едім. Комментарийына немесе соған лайк басқан адамдар болады ғой. Уже лайк басса, значит, оның әңгімесін оқитын адамдар деген сөз. Сол кісілерге мен өзім подписка жасайтынмын. Өзім әңгіме жасам, плюс қосымша күнделікті 1 сағат, жарты сағат уақытымды бөліп, сонда жазушыларға, лайк басқан адамдарға, комментарий жазған адамдарға мен өзім подписка жасайтынмын. Подписка жасаған екен, олар да қарайды, мысалы үшін, мына кім жазылды маған, так, мына кісі не үшін жазылды, бұл да әңгіме жазады екен, бұған тіркеліп алайын деп көп адамдар тіркеледі. Немесе кейбіреулер тіркелмеуі мүмкін, мысалға да. И мен солай бір 2-3 мың оқырман жинаған екенмін. Ол біріншіден. Екіншіден, менің екінші жинаған тәсілім, ол кезде посттар өте өтімді еді, қазіргідей өтімді, қазір посттар өтімсіз, постым өте өтімді болатында, пост арқылы интересный ашық маған оқырман жинайтын. Ол екінші жолы. Үшінші жолы, блогерлермен мен бірге бартер, мен өзім ешқашан біреуге реклама, тоқтай тұрыңыз, өтірік айтып жатырмын, қалаулымды көретімін, қалаулымда Мәди бар ғой, Мәди деген сол кезде хит еді ғой, Мәдиге, және де кімге, Камила бар ғой, Әлібектің әйелі қалауымдағы соған, және де байдың балдары деген группа бар еді, сол группаның 3 жерге өзім ақылы түрде реклама бергем. Бағасы бір 5 мың мен 10 мың, сол кездер әжептәуір ақша ғой, 5 мың мен 10 мыңның арасында рекламаға бергем. Солардан бұл шамалы 2-3 мың келді деп айтсам болады. И одан кейін маған Құралай ханым реклама жасап берді. Сол арқылы да келді. Қалған уақытта мен өзім сияқты блогерлермен бартер реклама жасап, яғни бір-бірімізді кезекпен кезек шығарып, и одан кейін менде гифтер болады ғой. Гифке спонсор жинап беріңізші деп жаңағыда организаторлар береді. Сөйтіп мен бартермен келсем да. Яғни сіздер ойлап қалмаңыздар, 567-ның барлығы түрі деп, оның ішінде гифтер де бар. И гифке қарамай оқырмандар өте белсенді болды. Содан кейін гифтің бір жақсы жері, мысалға 5 мың оқырман келсе, оның әңгіме оқитын, ауыл өміріне қызығатындар қалады, қалғандар шығып кетеді ғой. Бірақ ол кездері 50-50 еді оқырманның қалуы үшін. Қазір білмеймін, себебі мен гифке вообще түбегейлі қарсымын. Одан кейін барып, мен ең ауқымды кәдімгідей өзім қалтамнан ақша шығарған гиф, ол осы кезде кімнің Рысбаланың несіне қатысқам, сол кезде бір 200 мыңдай ма ақша бердік. Және де басында бір қыздар берді. Уәде еткен оқырмандарды алып келдік. Бірақтан менің немде түсінігім бойынша
негізінде гифке қатысу өте тиімсіз. Если менің дәл қазіргідей осознаниемен, түсінікпен, прям если маған жанашырлықпен бір адам сұраса менен, не қылайын, гифке қатысайын ба, қалай оқырман көбейтейін десе, мен оған гифке жолама деп айтатын едім. Мен өзім де гиф өткіздім. Гифте адамдар просто подаркіге бола, сыйлыққа бола келеді да, сенің құндылығыңды, сенің блогыңды, сен үшін келмейді да. Түсінесіздер ме? Ал сен өзің үшін жүргізіп гифке қатыспай таза оқырман жинасаң, сен соны мақұл 100 мың болмаса да мақұл 10 мың болса да, зато сенің өзіңнің шынайы іздеп көретін оқырмандарың болады. Осыны есте сақтаңыздар. Бұл менің Инстаграм әлеміндегі ең үлкен жіберген қателігім. Шын жүректермен сіздерге де бөлісіп жатырмын. Оқырман көп болсам, менің оқырман бірдесен өсіп кетсе, мен мына жақтан табысым өсіп кетеді, мына жақтан мен күшті рекламалар ала бастаймын, күшті бір проект бастап кетемін, күшті эксперт боламын деп ойламай-ақ қойыңыздар. Ол 100%, 99.9% ол дұрыс. Сонымен өзімнің оқырмандарым қалай жиналғанын айттым, және де ең басты фишканы соны. Ал енді ең басты сұрақ, біз оқырманды қалай жинаймыз? Мен нөлден бастап жатырмын. Не істесем екен, блогерге берсем ба, таргетке берсем ба деп басыңыз қатып тұрса, менен сізге от души кеңес. Бірінші кеңесім, өз нишаңызды нақты 100%-ке дайындап алыңыз. Мен осы бағытта жүргізем деп. Ол бірінші. Екінші, реклама бермес алдын реклама берудің, оқырман тартудың таргет арқылы, блогер арқылы және де Reels өзің интересіңе шығу арқылы оқырман тарта аласың ғой, и соның ең басты әдісі ол Reels арқылы. Бұл жайлы сәл кейінірек айтам. Не үшін блогерге реклама бермей тұрыңыздар деймін, және де таргетке реклама бермей тұрыңыздар деп айтам. Себебі мен өзім 567 мың оқырман болсам да, мен осы уақытқа дейін ешқашан еш жерде таргет беріп көрген емеспін. Сол үшін менің өзімнің тәжірибемде таргеттен пәлен оқырман келеді, түген оқырман келеді деген менде түсінік жоқ. Сол үшін мен сізге таргет туралы ештеңе айта алмаймын. Ал енді блогерге реклама беру жөнінде қазір блогерлерге реклама беру аз ақша тұрмайды. Соответственно, оның өмірлік тәжірибесі, опыты, оқырмандарын қосқан кезде ол бұрынғыдай 10 мың, 20 мың деген баға жоқ вообще. Ондай баға бар болса да өте аз болуы мүмкін. Ол біріншіден. Екіншіден, блогерге сонша ақша берген кезде сіз просто желініп қалуыңыз мүмкін. Желініп қалу деген қалай сонда? Өзіңіздің шығарған ақшаңызды қайтара алмай қалуыңыз мүмкін. Мысалға, рекламаға 100 мың теңге берсеңіз, сізге лайықты түрде оқырман келмей қалуы мүмкін. Және де бір ескеретін нәрсе, блогерге реклама берген кезде мүмкін болса прогревпен 2-3 күндік немесе бір апталық берген, сөйтіп келіскеніңіз дұрыс. Блогерге бір реклама беріп, ол кісі бір рет шығарады, содан кейін барып бұл жоқ болып кетеді ғой. Ал сіз жаңағыдай бір апталық немесе 10 күндік келсеңіз, бірінші күні бір көрсетеді, екінші, үшінші, төртінші, сөйтіп сізге кәдімгідей жақсы оқырман келуі мүмкін. Ал енді бұның өзі бір үлкен тақырып, сіздерге пока что шет жағасын айтайын. Егер сіздерден блогерге қалай реклама беру керек деген сұрақ қатты мазаласа, келесі бір видео түсіруге дайынмын. Мен қазір шамалы ауырып тұрмын, сондықтан да мұрнымда су ағып, даусымның қарлығып тұрғанынан кешірім қатты сұраймын. Бұл бірінші. Блогерге реклама беруге асықпаңыздар. Таргеттің қыр-сырын мен точно білмеймін. Сол үшін оған да асықпаңыздар, ең бастысы, если сіз нишаңызды осы бағытта ғана мен жүргіземін, мен дайымын, уже мынаны мен жан қалауыммен прям от души жасай алам деген бір бағытты таңдап тұрсаңыздар, вот сол бағытты аласыздар да, сол бағыт бойынша Reels түсіресіздер. Reels ол сізге, менің өзіме 567 мың оқырманның өзінде, менде 555-те ме қателеспесем тұрып қалды оқырмандар ше. 2 ай, 3 ай тұрып қалды, қосылады, азайды, бірақ бір қалыпты тұрып қалды да. Ал мен қызықты рилстар түсіріп бастаған кезімде маған 10 мыңдай, 20 мыңдай оқырман просто так келді. Ешқандай блогерге реклама бермей, таргетке бермей, құр рилстың өзінен.
Если сіз бір нақты нишаңыз не алсаңыз, тапсаңыз, сол ниша бойынша жүргізсеңіздер, рилстар сізге әп-әдемі, жап-жақсы, теп-тегін подписка алып келетін болады. Болашақта мен сіздерге рилс туралы да жақсы ақпараттар түсіруге тырысамын, егер де сіздердің тараптарыңыздан сұраныс болса. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Өздеріңіздің қолдарыңыздан келгенше тегін мүмкіншілікті просто махаббатпен жасасаңыздар, Алла қаласа сіздердің де оқырмандарыңыз көбейеді, кез келген видеоларыңыз рекке шығады. Мен сіздерге шын жүректен от души Инстаграм әлеміне жарқын жұлдыз болуларыңызға тілектеспін. Егер де менің қандай да бір көмектерім немесе өмірлік опыттарым керек болса, комментарийға жазыңыздар, мен сол бойынша видео түсіруге дайынмын. Мен парақшама жазылуды ұмытпаңыздар,